Қайырлы күн, менің есімім Жүрсін Филияс, мен Валберс экспертімін. Жалпы Валберс саласында жүргеніме биыл 3-ші жыл, осы 3 жылдың ішінде командамызбен мықты обороттар көрсетіп жатырмыз. Одан бөлек осы 3 жылдың ішінде Валберспен қалай жұмыс істеу керек туралы 1000-нан аса студент оқыттым. Москвада өзімнің фулфилментімді аштым. Ол фулфилментте қазір 15 шақты адам жұмыс жасайды. Және де Кокос платформасының негізін қалаушымын. Осы платформа арқылы мен адамдарға қалай үйден шықпай-ақ Валберс арқылы табысқа шығуға болатынын үйретемін. Бүгінгі видеода жалпы Валберс арқылы қалай жұмыс жасау керек, Валберста қанша ақша табуға болады, сол жайында айтатын боламын. Одан бөлек Кокос платформасын қолдану арқылы Валберспен қалай дайын тауарларды сатып жұмыс жасаймыз, сол жайында сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Валберс жайында сіздерге толығымен түсіндіріп өтейін. Валберс дегеніміз ол қазір әлемдік маркетплейстардың бірі. Ол жақта 200 миллион дайын клиент бар. Получается 200 миллион адамға сіз өзіңіздің товарыңызды көрсете аласыз. Мысалға, Валберсті просто Каспимен салыстырып көре салсақ, ол жер мен көктей. Мысалға, Каспиде 10 миллион адам тіркелген. Ол жақта 10 миллион адам тіркелген, сіз 10 миллион адамға товар сата аласыз. Мысалға, қазір айтып жатыр ғой, Валберстан бөлек, Каспи арқылы да ақша табуға болады деген сияқты. Иә, Каспи арқылы ақша табуға болады, бірақ бұл жақта тек қана сіз Қазақстанмен ғана шектеліп қаласыз да. И Каспидің бір минусы бұл жерде постоянно демпинг. Мысалға, өздеріңіз байқағаныңыздай, кімнің бағасы арзан, сол адам бірінші тұрады. Ал Валберста ондай емес та, Каспимен салыстырып көрсек, Валберста 200 миллион дайын аудитория, который сіздің товарыңызды сатып алуға дайын. Одан бөлек, бұл жақта кімнің бағасы арзан, сол жоғары жақта тұрмайды. Кім дұрыс сата алады, соответственно, сол адам товарды топқа шығарып, үлкен количествомен сатуға болады. Және де бұл Валберс арқылы сіз полностью СНГ-ға товар сата аласыз. Оның ішіне Россия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқты көптеген мемлекеттерге сіз товар сата аласыз. Сол арқылы сіз товарыңыздың объемын үлкейтіп, үлкен мөлшерде ақша таба аласыз. Енді Валберста көптеген системалар бар. Ол бірінші система, ол ФБС. ФБС дегеніміз сіз дайын товарды суретке түсіріп, өзіңіздің Валберс аккаунтыңызға салып сату. Бұл жерде алдын ала бір товарды сатып алудың қажеті жоқ. Мысалға, сіз базарда бір вентилятордың бар екендігін білесіз, сол вентиляторды суретке түсірдіңіз, и сол вентиляторды әкеліп өз аккаунтыңызға продажаға қойдыңыз. Сізге закат түскеннен кейін ғана сіз товарды сатып аласыз да Валберстің скатына өткізіп отырасыз. Валберстің скаты товарды клиентқа дейін өзі жеткізіп отырады. Қалай клиент товарды қолына алады, сізге Валберстан ақша түсіп отырады. Валберста әр ақша түсу уақыты ол әр күні понедельник күні отчет болады, сізге ақшаңыз түседі. Ақшаңызды өзіңіздің Каспи пейіңізға шешіп алып, Каспи голдқа аударып отырасыз. Сол сияқты, мысалға, ФБО деген системасы бар. ФБО ол товарды үлкен көлемде сатып алып, Валберстің скатына жіберіп тастау. Мысалға, белгілі бір калькулятор дейік. Калькулятордың жақсы өтетінін білесіз, Қытайдан 1000 штугын заказ бердіңіз. 1000 штук келгеннен кейін Валберстің скаттарына клиент заказ бермей тұрып, Валберстің скаттарына жіберіп тастайсыз. Валберстің скаттарына жіберіп тастайсыз, одан кейін уже продажаға шыққаннан кейін Валберстің скатынан товарларыңыз кете береді. Мысалға, бір клиент сізге заказ берді ма, получается, Валберс өзінің скатынан клиентқа жібере береді. Клиентқа жібереді, сіздің просто скаттағы товарларыңыз азая береді. Бұл жақта өзіңіздің скатыңыздың болуының қажеті жоқ. Мысалға, заказ түскен кезде әр заказды активировать етудің, оформить етіп жіберіп отырудың қажеті жоқ. Барлық жұмысты Валберс жасайды. Бұл жерден де екеуін салыстырмалы түрде сіздерге айтатын болсам, ФБС ол новичоктарға өте жақсы құрал. Мысалға, маған көптеген адамдар жазып жатады, осы Валберсті бастауға қанша ақша керек, лястарда қаншамен бастауға болады деген сияқты. Бұл жақта любой суммамен бастауға болады. Егер де сізде лястарда 50 000 теңге болатын болса, соответственно, сол 50 000 теңгемен де Валберсті бастап кете аласыз. 100 000 теңге болатын болса, 100 000 теңгемен. 10 миллион болса, 10 миллионмен де кіре аласыз. Соответственно, товарға байланысты. Например, сіз заколка сататын болсаңыз, например, бір заколканың себестоимости 200 теңге тұратын болса, сіз получается 200 теңгемен, мысалға, базардан сол заколканы суретке түсіріп, Валберсқа 1000 теңгеге продажа қойдыңыз ба, и үстінен каждый заколкадан бір 500 теңгеден пайда көрсеңіз болады. И то товардың барлығын алдын ала сатып алудың қажеті жоқ. Мысалға, адамдар айтады ғой, офлайн бизнес ашып жатқан адамдар бар да, Мегадан магазин ашып жатқандар, гумнан магазин ашады. Белгілі бір жерден магазин ашады, арендаға алады. Бұл жерде минустар қандай? Например, сен магазинді арендаға алсаң, сен арендаға төлейсің. Қытайдан үлкен көлемде уже товар алдыртасың. Қытайдан немесе барахолкадан үлкен көлемде товар алдыртасың. Ол жерге кассир қоясың, пол жуатын адам керек деген сияқты. Осының барлығына саған расходтар кетеді.
Сен еще оны рекламировать етуің керек, SMM-шік жалдауың керек, осының барлығына расход кетеді. Ал Wildberries саған ешқандай аренда төлеудің қажеті жоқ. Тіркелген кезде 173 мың теңге төлейсің, болды. Ары қарай саған вообще ақша төлеудің қажеті жоқ. Одан кейін саған ешқандай кассирдің қажеті жоқ. Тек қана барлығын өзің салып отырасың. Және де товардың барлығын алдын ала сатып алып, там складқа хранение қойып қойдың, ақшаны заморозить етіп отырудың қажеті жоқ. Тек қана сен салдың, заказ түсті, түскен заказыңды күнделікті Wildberries складына жіберіп отырасың. Wildberries склады товарды клиентқа жеткізіп отырады. Клиент товарды қолына түскен кезде сізге ақшалар түсіп отырады. Дәл осылай Wildberries-тан қазір менің көптеген студенттерім жақсы ақша тауып жатыр. Оны қазір видеоның соңында сіздерге көрсетіп өтемін. Енді Кокос платформасы. Кокос платформасын жалпы біз не үшін шығардық? Адамдарға бұл платформа қалай көмектеседі? Сол жайында сіздерге айтып өтейін. Енді платформаны шығармас бұрын өзімнің басымнан өткен жағдайды айтайын. Мысалға мен 2022-ден бастап Wildberries-ті осы Алматымен бастағам. Алматының барахолкада тұрған товарларды суретке түсіріп, үйге келіп, сол товарларды әндеп Wildberries-қа салдық. Ол кезде заказ өте көп түсті. Өте көп. Мысалға күнде барахолкеге барамыз, суретке түсіріп аламыз товарды, Wildberries-қа саламыз, өзіміздің пайдамызды қосып, и бізге заказ көп түсетін. Көп түседі, біз Wildberries-дің складына апарып өткіземіз. Ол кезде ең бірінші складына Ратушного деген көшеде болған. Сол жерге апарып өткізіп отырамыз. Бірақ ол кездегі проблема Wildberries-дің склады товарды қабылдап жіберіп үлгере алмады. Неге? Өйткені товар өте көп, фуралар товарды Москваға тасып үлгермейді. Заказ өте көп. Заказ жағынан Wildberries-та вообще проблема жоқ. Тек қана дұрыс товарды сатып отырсаң болғаны. Сөйтті де товардың жоғалуы, товардың клиентқа ұзақ уақыт баруы, клиентқа товар жетем дегенше товардың сынуы деген сияқты көптеген проблема болды. Өйткені біз ол кезде Алматының складтары арқылы товар саттық. Алматының складынан пока Москваға там көбінесе енді заказдың барлығы Россиядан түседі ғой, өйткені аудиторияның примерно 70% Россиядан да. Россияға пока товарыңыз барам дегенше сынады, бөлінеді там. Адамдар мысалға товар келем дегенше уже отмена беріп тастайды, басқа жерден алып қояды. Сол себепті менде отменалар көбейіп бастады, мен түсіндім. Так, мен егер де осылай жалғастыра беретін болсам, мен өспеймін. Сол үшін Москваға кету керек дедік та. 2023 жылы 1 январь күні жанымда серіктесімді алып Москваға кеттік. Москвада тура біздікі сияқты там барахолка, Ялян, Байсат деген сияқты садовод және де Южные ворота деген үлкен рыноктар бар. Тура біздегі сол жақта дұнғандар, сол жақта да дұнғандар, біздегі ұйғырлар, сол жақта да ұйғырлар. Жалпы полностью сол аудитория сол жақта тұрған. Сол товарларды Москваның аудиториясын сатып отырды. Біз бардықта сұрадық. Бағаларын барлығын салыстырдық. Бағалары Алматының бағаларымен почти бірдей. Сол товарларды алдық та бірінші күн тест жасап өзіміздің аккаунттарға салып қойдық. И сразу бізге заказдар түсіп бастады. И біз түскен заказды Москваның Wildberries-тің Москвадағы складтарына өткізіп отырдық. Өйткені өзіміз Москвада жүрдік. Заказ товарды садоводтан алдық, упаковать еттік, Wildberries-тің Москвадағы складтарына өткізіп отырдық. И қараймыз 1-2 күнде товар сатылып кетеді. Москвадағы склад клиентқа 1-2 күнде товар жеткізіп беріп отырды. Сразу түсінеміз. Значит, егерде біз осы жақтың складтарымен жұмыс жасайтын болсақ, бізде оборачиваемыз товар жақсы болады. Сол арқылы біз үлкен ақша таба алатынбыз деген нәрсеге сендік. Сөйттік те біз үлкен платформа жасап шығардық. Ол платформаның ішінде қалай? Бізде мынандай нәрсе болды ғой. Енді осы нәрсенің барлығын мен студенттеріме қалай бере аламын деген нәрсе болды. Ең басында бізде каталог Telegram группада болды. Telegram группаның ішінде біз базарда бар товарлардың барлығын суретке түсіріп салып отырдық. Адамдар сол товарлардың барлығын өз аккаунттарына салады. Түскен заказды бізге айтады. Біз барахолкадан Москваның барахолкасынан садоводтарын сатып аламыз да, упаковать етеміз да, сол адам үшін Wildberries-тің складына апарып өткіземіз. Wildberries-тің склад клиентқа жібереді, клиент ақшасын сол клиентқа төлеп отырады. Осылай барлық адамды уже оборачиваемыз дұрыс ала бастады. Сөйтті біз Кокос платформасын жасап шығардық. Бұл платформаның ішінде барлығы дайын. Бұл жақта Wildberries-та сатуға болатын 10 мыңнан аса товардың тізімі бар. Ол товарлардың біздің барлығын қайдан аламыз? Бізде бағанағы Москвадағы поставщик бар. Сол поставщиктің товарларының барлығын өзіміздің аккаунтымызға, өзіміздің платформамызға саламыз. Сол платформадан адамдар өздерінің аккаунттарына сол товарларды салып отырады. Ол жақта характеристикасы, описаниясы, фотосы, бағасы барлығы дайын. Сол жерде товардың бағасын есептеуге болатын арнайы калькулятор бар. Сол калькулятор арқылы өзінің пайдасын есептейді и продажаға қояды. И түскен заказдың барлығын сол платформа арқылы бізге жіберіп отырады. Түскен заказдың барлығын біз мына жақта менеджерлер қабылдап алады да, күнделікті садоводтан барып сіздің товарыңызға закуп жасап,
товарыңызды упаковать етіп, Wildberries-тің Москвадағы складтарына өткізіп отырамыз. Дәл осындай платформаны жасау арқылы біз адамдарға қалай тікелей Москва арқылы жұмыс жасауға болатынын түсіндірдік. Енді осыны Алматымен салыстыратын болсақ қалай? Алматының базарынан алып товар сататын болсаңыз, сіздің пока товар клиентқа жетем дегенше 10-15 күн уақытыңыз кетеді. Ал егер де каталогтағы товарларды сататын болсаңыз, онда товарлардың барлығы уже Москвада болғандықтан товарыңыз клиентқа 1-2 күннің ішінде барады. Одан кейін сіз Алматыда товар сататын болсаңыз, сізге там барахолкеге бару керек. Ол товар суретке түсіру керек. Одан үйге келесіз, ол товарды өз аккаунтыңызға саласыз, продажаға қоясыз. Одан сізге заказ түсетін болса, сіз қайтадан барахолкеге барасыз. Ол товар сатып аласыз, упаковать етесіз, Wildberries-тің мысалға Атакенттегі немесе Байсеркедегі складтарына апарып өткізесіз. Сізде қаншама уақыт кетеді бір товар үшін. Ал бізде платформада не істейсіз? Тек қана ноутбукты ашасыз, бір кнопканы басу арқылы сіз сол товарды өзіңіздің аккаунтыңызға сала аласыз. Неге? Өйткені бізде интеграция деген нәрсе қосылған. Сәл кешірек мен сіздерге сол интеграция жайында түсіндіріп өтемін. Аккаунтқа товар саласыз, сізге заказ түскеннен кейін сол платформа арқылы түскен заказыңызды бізге жіберіп отырасыз. Түскен заказды біз қабылдап аламыз да жіберіп отырамыз. Соответственно, бұл жерде товардың клиентқа жету уақыты 1-2 күннің ішінде. Получается, сіз уақытыңызды экономдайсыз. Получается, сіз бұл жерде поставщик іздеумен басыңыз қатпайды. Қандай товар сатам, қандай поставщик бар, поставщик іздеу керек еді, товардың бағасы қаншадан деген сияқты нәрсемен басыңыз қатпайды. Барлығы дайын. Тек алып сатып отыру керек. Енді көп адамдар ойлайды екен, осы Ильяс осы каталогты сатып ақша тауып жатыр деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Бұл жақта біз каталогты жалпы осындай жағдайға жеткізгенімізге примерно 20 миллион ақша кетті. Жалпы осындай IT система жасағанымызға. Енді бұл жерде сіздердің төлеп жатқан ақшаларыңыздың барлығы жалпы осы каталогты ары қарай дамыту үшін қажет. Ал жалпы біздің табысымыз упаковкада, товардың упаковкасында. Мен оны жасырмаймын, барлығын айтам. Егер де клиент ақша табатын болса, онда біз де ақша табамыз. Мысалға, сіз бүгін каталогты алдыңыз, каталогпен жұмыс жасап бастадыңыз, сол жақтағы товарларды өзіңізге салдыңыз, сізге заказ түсіп бастаса, сіз сол жерден бізге упаковка ақша төлеп отырасыз ғой. Өйткені ол расходтың барлығын сіз за товардың расходына қосып қоясыз. Например, товарыңыз 1000 теңге тұра ма? 1000 теңге товарыңыз, 500 теңге пайдаңыз, 400 теңге біздің услуга деп қосып қоясыз да. И самый итоговый бағаны сіз Wildberries-қа продажаға шығарып қоясыз. Заказ түскен кезде, получается, за товар төлейсіз, за услугу төлейсіз, и өзіңіздің пайдаңыз одан бөлек үстіне қосылып тұр да. Получается, сіздерге көп заказ түскен сайын бізде көп табыс табамыз. Бізде мысалға арнайы команда жұмыс жасайды, чтобы жақсы өтетін товарлардың барлығын біздің студенттерге көрсету үшін. Мысалға бізге Wildberries-тан жұмыс істеймін деп біздің каталогты сатып алып, бірақ жұмыс істемейтін адамдар просто біздің компанияның рейтингін түсіреді. Неге? Өйткені общий тіркелген адамдардың саны болады каталогта. Общий тіркелген адамдардың саны мен сол жақтан жұмыс жасайтын адамдардың саны болады. Бізге осы статистиканы түсірмеу керек. Сол үшін бізге реально нақты жұмыс жасайтын, реально ақша керек. Реально Wildberries арқылы, онлайн бизнестер арқылы товарды сатып ақша тапқысы келетін адамдар қажет. Бұл жақта сол адамдарға түсіндіріп айтқым келеді. Сендер көп товар салған сайын, сендер көп жұмыс істеген сайын, соответственно, өзің де жақсы ақша табасың, сол арқылы біз де жақсы ақша табамыз. Бұл жақта мынандай нәрсе жоқ та, тек мен ақша таба берейін деген нәрсе жоқ. Бұл жақта сен ақша табатын болсаң, біздің жалпы қолданушылар ақша табатын болса, соответственно, біз де ақша табамыз. Сол үшін бізде группа бар. Ол группаның ішінде біз постоянно Wildberries жақсы өретін товарлардың списогін жіберіп отырамыз. Бізде куратор бар. Бізде Wildberries-тің басқалары 500 мыңнан, миллионнан, миллион жарымнан сатып жатқан обучениесінің барлығы сол каталогтың ішінде тегін дайын тұр. Просто сол товар, сол обучениені көреді. Сол обучениені көреді, дайын тұрған товарды өзінің аккаунтына салып отырады. Және интеграция қосылған, интеграция жайында бір-екі сөз айтып кетейін сіздерге. Жалпы біз Wildberries-тің программасы мен өзіміздің Кокос программасын бірге қосып қойғанбыз. Получается, адам белгілі бір товар тапқаннан кейін опубликовать деген бір кнопканы басу арқылы товарды өз аккаунтына бір кнопкамен продажаға шығара алады. И түскен заказдың барлығын біздің платформа арқылы жіберіп, клиентқа күнделікті доставка жасап отыра алады. Барлығы онлайн. Тек қана сізге интернет, ноутбук қажет. Сол ноутбук арқылы интернетпен кіріп, товарларыңыздың барлығын өз аккаунтыңызға жүктеп отырсаңыз жеткілікті. Мысалға осы Кокос платформасы арқылы қазір миллиондаған оборот жасап жатқан өзімнің студенттерімен сіздерді таныстырып өтейін. Мысалға Әсел деген кісі бар. Ол кісі бізге дейін Қытайдан товар алдыртып жүрді, бірақ OLX арқылы, Instagram арқылы, тағы да басқа таргеттер арқылы, TikTok арқылы товарын сатып жүрді. Өзінің Алматыда склады болған, сөйтіп товар сатып жүрді. И мен ол кісіні сабаққа келді, маған ең басында ол кісі сенбеді. Қалай ол дайын товар сату арқылы ондай оборот жасауға бола ма? Мысалға мен әбден үйреніп қалғам дейді, товарды қолмен ұстап, склад алып, ол жаққа
сатушылар қойып сатып үйреніп қалған дейді. Сол кісі бізбен жұмыс жасап бастады. Ең басында осы Кокос платформасы арқылы жұмыс жасап бастады. И сол арқылы уже бірінші айлық доходтарына шығып бастады. Уже миллион болды, 2 миллион болды. Одан ары қарай осы Кокос платформасының ішінен жақсы жүретін товарды тауып, сол товарды уже Қытайдан заказ берді. Қазір ол кісінің аккаунтын мына жерге шығарып кетейін. Примерно айына 30 миллионнан жоғары оборот жасап жатыр. Ойлаңыздаршы, 30 миллионнан жоғары. Айлық табысы примерно маржаны 30% маржамен есептейтін болсақ, примерно 10 миллион теңге таза табыс. Bir айдағы 10 миллион теңге таза табыс. Бұл кісі енді біздің ең мықты результаттарымыздың бірі да. Бұл кісі нөлден бастап Кокос платформасы арқылы Валберстің қалай жұмыс жасайтынын көріп, и қазір уже прямой Қытаймен сол товарларды қазір фурамен алдыртып сатып жатыр. Одан кейінгі студентім ол Мадияр деген жігіт. Ол жігіт ең басында маған наставничествоға келген. Наставничествоға келген кезде ол жігітке мен қалай платформа арқылы жұмыс істеу керектігін полностью көрсетіп бердім. Ол жігіт басы істеп, прям мен айтқан нәрселердің барлығын бірге бір орындап отырды. Мен айтам, былай істе деп, тура солай істейді. Былай айтам, тура солай істейді. Барлығын көріп, Кокос платформасының ішіндегі обучениенің барлығын көріп, сол товарларды просто ең басына салып бастаған. Салып бастап, қазір миллиондаған оборот жасап жатыр. Тоже аккаунтының скринін мына жаққа қойып кетем. Бұл жігіт те нөлден бастады. Ең басында там Құлпынай деген жерде күрішік болып жұмыс жасаған. Сол жақтан маған келді, ақшасын жинап, міне осындай ақша жинаған ақшам бар. Осындай жұмыс жасасам деп едім деп мен көрсеттім, міне осындай бізде платформа бар, дайын товар. Просто товарды өзі аккаунтыңа салып отыр. Айттым, ең басында жұмысыңнан шықпай қой, жұмыспен қатар алып жүруге болады бұны. Мысалы, күнделікті сен 1-2 сағат уақытыңды құртып, аккаунтыңа товар салып отырсаң, түскен заказды күнделікті жіберіп отырсаң, осы арқылы нормальный результат жасауға болады дедім. Қазір ол жігіт міне экранда көрсетілгендей жақсы оборот жасап жатыр. Енді бұндай результаттар бізде өте көп. Сенде дәл осылай Валберс арқылы нақты миллиондаған оборотқа шыққың келсе, мен саған мынандай ұсыныс айтқым келіп жатыр. Менде Кокос платформасы бар. Осы платформаны жалпы жылдық доступ ретінде сатамын. Ол жақта сіз не аласыз? Ол жақта сіз 10 мың товарға доступ аласыз. Және Валберстің басқалары 500 мыңнан миллионнан сатып жатқан полностью обучениесіне доступ аласыз. Одан бөлек сіздерде куратор болады. Куратор сізге егерде каталогты 1 жылға алатын болсаңыз, 1 жылға сізге дайын куратор бөлінеді. Одан бөлек сіз интеграция аласыз. Интеграция арқылы сіз бір кнопка арқылы өзіңіздің аккаунтыңызға товар сала алатын мүмкіндіктеріңіз болады. Одан бөлек сіздерді WhatsApp группаға қосамыз. Ол жақта күнделікті Валберста жақсы өтіп жатқан товарлардың барлығын сол жаққа салып отырамыз. И осындай дайын платформа арқылы, дайын товарларды сату арқылы сіз айына кем дегенде 500 мың теңгеден жоғары ақша таба аласыз. Егер де сен мысалы студент болсаң, немесе үйде отырған ана болсаң, немесе өзіңнің белгілі бір жұмысың болса, бірақ ол жұмысындағы зарплатаң жетпей жүрсе, онда бұл саған жақсы пассивный доход ретінде алып келеді. Өйткені бұл жақта белгілі бір товарларды барахолкеге барып, іздеп жүрудің қажет жоқ. Дайын товарларды просто өзің аккаунтыңа салып, сатып отырсаң жеткілікті. Егер де сен жалпы товарный бизнеспен айналысып, үйде отырып онлайн ақша тапқың келсе, онда бұл бизнес идея саған. Маған мынандай адамдар қажет емес. Мысалға өздеріне спасатель іздеп жүрген, немесе тема бар ма деп темшіктер керек емес. Маған реально жұмыс жасайтын адамдар керек. Маған реально сол ішінде тұрған товарларды өзінің аккаунтына салып, сата алатын адамдар қажет. Ол жақта біз барлығын дайындап қойдық. Кураторда дайындап қойдық, обучениесінде дайындап қойдық, барлығы дайын. Егер де сен осындай адамдардың қатарында болмасаң, мен описанияға ссылка қалдырып кеттім. Ссылкаға өтіп анкетаны толтыр. Саған менеджер хабарласып, жалпы каталог бойынша толық ақпаратты беретін болады. Егер де сіздерге бүгінгі видео ұнаса, онда комментарий жазып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Менде постоянно Валберс бойынша қалай жұмыс жасау керек, жалпы товарный бизнестардан қалай ақша табу керек туралы пайдалы ақпараттар болады. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.